Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз өте оңай, тез дайын болатын, әрі ішіндегі заттардың барлығы қолжетімді торт жасайтын боламыз. Ол үшін менімен бірге видеоның соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен бір кесемізге айранымызды құйып, бөлме температурасында болу керек. Оның үстіне бір шай қасық ас содамызды құйып, жақсылап араластырып, басқа заттарымыз дайын болғанша бөлек қойып қоямыз. Ендігі кезекте құрғақ ыдысымызды алып, оның үстіне 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Жұмыртқамызды салып болған соң, 1 стакан қантымызды салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң, оның үстіне жаңағы біз дайындап қойған айранымызды құямыз. Көріп тұрғандарыңыздай, айранымыз өте жақсы көтерілген, жақсы реакция болған. Барлығын құйып болған соң, жақсылап араластырып аламыз. Енді кезекте 100 мг сұйық майымызды құйып, тағы да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сұйықтығымызды дайындап болған соң, енді кезекте құрғақ заттарымызды саламыз. Елекке ұнымызды салып, електен өткізіп саламыз. Міндетті түрде електен өткізіп салу керек. Барлығын бірден салмаймыз. Ұнымызды бөліп саламыз. Ұнымызды салып жатқан кезде арасына 1 шай қасық разрыхителімізді салып араластырып жібереміз. Ұнымызды салып, біркелкі масса жасап алған соң, оның үстіне електен какаомызды өткізіп саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Тортымызды құятын табамызға май немесе сұйық майымызды жағып аламыз, жабысып қалмасы үшін. Енді кезекте жаңағы дайын болған массамызды құйып, 180 градуста 60-50 минут пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әрқалай қарап тұрамыз. Піскен-піспегенін зубочистканың көмегімен немесе шпажканың көмегімен тексеріп аламыз. Енді кезекте коржымыз пісіп жатқан кезде кремін дайындайтын боламыз. Bir кесемізді алып, оның үстіне таза марлымызды қойып, оның үстіне 30% қаймағымызды салып, тортымыз піскенше 1 сағаттай уақытқа холодильникке қойып қоямыз. Қаймақтың суы сырқығанша. Қаймақтың сары суы шыққан соң, біздің қаймағымыз өте қою, әдемі болып шығады. Міне біздің коржымыз пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай барлығы толық піскен, ортасы шеке емес, жақсы көтерілген. Енді қаймағымызды дайындаймыз. Жаңағы дайындап қойған қаймағымызды алып, сары суын төгіп, оның үстіне сахарный пудрамызды саламыз, яғни қант ұнтағымызды салып, миксердің көмегімен біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Міне миксермен араластырып алдық. Көріп тұрғандарыңыздай өте қою болып шыққан. Енді осы креміміздің үстіне 100 мг қойытылған сүт, яғни сгущенкамызды құйып, қасықтың көмегімен біріккенше араластырып аламыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Енді оның
Коржымызды алып кремімізді жағып шығамыз. Кезекпен корждарымыздың үстіне кремдерімізді жағып шығамыз. Коржымыздың бір шеті көтерілген шетін кесіп алып, блендердің көмегімен езіп алдым. Қазір бізге сәндеуге керек болады. Міне барлық кремдерін жағып шықтым. Енді жаңағы блендермен езіп алған коржымыздың бөлігін осылай бетіне сеуіп, өз қалауларыңызша сәндеп шығасыздар. Міне біздің тортымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, әрі тез дайын болады. Ішіндегі құрамы өте қолжетімді, үйіңіздегі бар заттан жасалады. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге ас болсын.